Мінеки құрметті YouTube көрермендерім, мына қамырмен жасалған дапанжиым дайын болды. Өте бір керемет шықты. Сіздер осы дапанжи деген тағам қайдан шықты екен деп мен дәл бүгін ойланып жатырмын да. Өйткені біздің қазақтың нан салмасы о заманнан бар ғой. Ойлаймын, осы біздің қазақтың нан салмасынан шықпаған ба дапанжи? Сіздер қалай қарайсыздар? Сіздер осыны маған пікірлеріңізді жаза кетіңіздерші. Құрметті YouTube көрермендерім, дапанжи жасау үшін дапанжиымызға не қажет деңіз? Міне жұмыртқа, ұнымыз, әрине су, тұз. Бұл қамырымызға. Ал енді кеттік онда қамырымызды сол жасауға. Су. Әрине ұнымыз. Мінекей құрметті YouTube көрермендерім, жақсылап қатты қылып үйлеп алдым. Мінекей қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып жатырмын. Мінекей етімізді қуырып алдық. Енді пиязымызды салдық. Помидорымызды саламыз. Приправаларымызды саламыз. Картошкасын салып жатырмыз. Пекинский капустамызды салып жібердік. Татты перец бұрыштарымызды салып жібердік. Подливіміз дайын болды. Дапанжамыздың қамырын мінекей пісіріп жатырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей құрметті YouTube көрермендерім, мына қамырмен жасалған дапанжиым дайын болды. Өте бір керемет шықты. Сіздер осы дапанжи деген тағам қайдан шықты екен деп мен дәл бүгін ойланып жатырмын да. Өйткені біздің қазақтың нан салмасы о заманнан бар ғой. Ойлаймын, осы біздің қазақтың нан салмасынан шықпаған ба дапанжи? Сіздер қалай қарайсыздар? Сіздер осыны маған пікірлеріңізді жаза кетіңіздерші. Құрметті YouTube көрермендерім, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, міне екінші жасаған дапанжиымызды жасап болдық. Өте бір керемет шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Өте бір дәмді болды, сочный, прям. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға ас болсын. Міне қазір енді жақсылап тазалап жуып алдым. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрғанда приправа для курицы. Осыны жағып, кішкене нетіп қоямыз, қойып қоямыз. Мариновать етіп. Мінекей приправаны жағып шықтым. Мен тағы да сонда да тұз қосып жіберемін. Біз тұз қостым. Сосын мына үйде басқа приправалар бар. Соларды да жағып шығамын қазір. Сеуіп солармен де. Майымыз қызып, мынау тауық етін салып жібердік. Пиязымызды салып жібердік. Мінекей мына свежий имбирь қосамыз. Азырақ қосып жібердім имбирді. Мінекей картошкасын салдым. Картошкасын ірірек қылып турадым. Өздеріңіз көріп тұрмын. Мінекей мына полугоркимізбен ашық көкберісті қосып жатырмын. Сосын сладкий пересті қосып жатырмын. Светофор. Дапанжиымыз дайын болды. Құрметті YouTube көрермендерім, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, міне екінші жасаған дапанжиымызды жасап болдық. Өте бір керемет шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Өте бір дәмді болды, сочный, прям. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға ас болсын.